Наурыз ұлттық салт дәстүрімізді танытып, рухани құндылықтарымызды әспеттейтін мейрам. Біздің қазақ екенімізді өзгеге танытатын кереметіміздің бірі ұлттық киім. Наурызда шапанымызды жамылып, бөрігімізді киіп, өзгеге сән салтанатымызды көрсетуге барымызды саламыз. Дегенмен қазір ел арасында ұлттық киімді қымбат деп жүргендерде баршылық жаңа көрдіңіздер. Олардың айтуынша әркім-ақ кигісі келеді, бірақ бағасы қалта көтермейді. Тақырыпқа орай жеңіл өнеркәсіптің мәселесін қозғаудың реті келіп тұрған сияқты, жалпы біздегі саланың аяқ алысына назар аударсақ. Бұл туралы әріптесіміз Нұрғанат Қанапия әңгімелеп бермекші. Нұрғанат, қайырлы таң. Біздегі жеңіл өнеркәсіптің жайы қалай қазір? Қайырлы таң. Қайырлы таң әріптестер. Жеңіл өнеркәсіп ақырындап дамып келеді. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің мәліметіне сүйенсек, өндірілген өнім көлемі 12% артыпты. Сондай-ақ сәлден кейін ұлттық киім бағасы туралы айтып беремін. Жеңіл өнеркәсіпте өсім бар. Былтыр тоқыма бұйымдары 18,9%-ға, киім тігу 7%-ға өскен. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ақпараты бойынша былтыр инвестиция тартуға баса көңіл бөлінді. Жалпы құны 2 миллиард 600 миллион теңге болатын 5 кәсіпорын қолданысқа берілді. Сөйтіп 357 жұмыс орны құрылды. Кейінгі жылдары саланы дамытуға үкімет тарапынан назар аударылып отыр. 3 жыл бұрын 2025 жылға дейінгі жол картасы бекітілді. Жол картасында заңнамалық базаны жетілдіру, шикізат базасын дамыту, кадрмен қамтамасыз ету қарастырылған. Сондай-ақ әлемдік тәжірибені енгізе отырып, мемлекеттік қолдау шараларын күшейту мәселесі қамтылған. Мәселен, кәсіпкерге берілетін кредиттің сыйақы мөлшерлемесі субсидияланады. Ал кәсіпкердің кепілі жеткіліксіз болған жағдайда ішінара кепілдікте беріледі. Саланы дамытуға қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы оң ықпал етіп отыр. Сонымен қатар қолдау құралдарының жаңа тәсілі ретінде өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы қаржыландыру механизмін атап өтуге болады. Өнеркәсіптік жобалар қор тарапынан 3% мөлшерлемемен қаржыландырылады.